Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздермен пирог суфле рецебімен бөлісетін боламын. Осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып комментария жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. ұн, қаймақ, сары май, қант, жұмыртқаның ақуызы, жұмыртқаның сарысы, кукуруз крахмалы, мұздатылған қарақат және разрыхлитель. Алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Оған сары майымызды салып, жұмыртқаның сарысын, 1 ас қасық қаймақ, 3 ас қасық қант салып, жақсылап араластырамыз. Ұнға разрыхлительді қосып, жақсылап қамыр елеп аламыз. Қамырымыз біздің осындай болып шығу керек, жұмсақ. Енді қамырымызды пакетикке салып, холодильникке 30-40 минутқа қоямыз. Пирогымыздың салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін қаймағымызға кукурузный крахмалды қосып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Меренгі дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқаның ақуызына қантымызды себелеп салып тұра, миксерлеп аламыз. Бізде осындай меренгі болып шығу керек. Келесі екі массаны біріктіретін боламыз. Ол үшін бірінші бөлігін салып аламыз. Одан соң жақсылап араластырып, келесі бөлігін салатын боламыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей. Қырық минуттай тұрған қамырымызды екі бөлікке бөліп аламыз. Кіші бөлігін әзірге морозилкаға салып қоямыз. Алдын ала форманы дайындап қойдым. Пергамент қағазын төсеп, жаңа қамырымыздың үлкен бөлігін осылайтып салып шығамыз. Қамырымызды формамызға осылай салып шықтым. Енді пирогымыздың салмасын құямыз. Пирогымыздың салмасын үстіне мұздатылған қарақатты салып шығамын. Және де мұздатылған жидектерді де пайдалануға болады. Дайын болып қалған пирогымызға жаңағы қамырымыздың екінші бөлігін үккіштен өткізіп шығамыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, пирог суфлеміз дайын болды. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздердің көңіліңізден шығады деп есептеймін. Сіздермен болған Гүлсезім.